Сондай-ақ ювеналды сот азаматтық істермен айналысады. Оның ішінде ерлі-зайыптылар арасындағы неке бұзу бар. Айта кетейік, ажырасу барысында кәмелеттік жасқа толмаған балалары болған кезде мүлікті бөлу, баланың тұрғылықты жерін анықтау, оның ішінде ата-анасының біреуімен мемлекет шекарасынан асу үшін қандай іс-шаралар жүргізілетіні туралы мәселелерді де ювеналды сот қарастырады. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексіндегі өзгерістер 1 қыркүйек күні күшіне енді. Олар кәмелет жасына толмағандардың істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттардың соттылығын кеңейтуге бағытталған. Заңды құзырына кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын даулар беріледі. Сегодня открытие семейного суда. Бүгін отбасылық соттың ашылу отбасылық сотты қолдау мақсатында психолог мамандары мен медиаторлар, сондай-ақ отбасы қолдау ресурстық орталығының балалар тұрақтылығы жерін анықтау, қарым-қатынас кестесін жасауға қатысты істерге араласып қатыса алады. Сондай-ақ әкелік туыстықты анықтау және алимент төлеу. Біздің мамандардың жұмысы сотқа дейін тәртіпті жеңілдету мен медиативтік келісімдерге қол қоюға бағытталған. Ювеналды соттың ата-аналардың ажырасу үдерісіндегі балалардың күйзелісін азайту үшін арнайы кабинеттер ұйымдастырылды. Онда кәмелетке толмаған бүлдіршіндер мен түрлі мамандар жұмыс істейтін болады. Бүгін сәулеттілікті администрация бөлігін кішкене безендіруге, сіздерге балалардың жұмыстарын көрсету үшін осы жерге әкеліп орналастырғанбыз. Жалпы бұл жұмыстар 2 айда бір, 1 айда бір балалардың халықаралық республика деңгейіндегі конкурстарға қатысып келгеннен кейін жаңартылып отырады. Хочу отметить, что ювеналды соттың құзыретін кеңейту бұл кәмелетке толмағандардың құқықтарын, бостандықтарын және мүдделерін қорғауға бағытталған сот төрелігі жүйесіндегі маңызды кезең. Сот құзыретінің кеңею еліміздің әділдік стандарттарға сай болуын ғана емес, сонымен қатар кәмелетке толмағандардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғау жөніндегі саясатты күшейтуде де көрсетеді. Мен ювеналды соттың жаңа форматта баланың құқықтарын лайықты деңгейде қорғауға шынымен де көмектесетініне қатты сенемін. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексіндегі жаңа өзгерістер оң әсерін беруі тиіс және елдегі неке бұзу процестерін айтарлықтай азайту керек. Реза Гүлшаменова, Эдуард Погребицкий, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.